Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі 7 сынып география пәні пән мұғалімі Садуова Ақерке Қайратқызы. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп. Бүгінгі сабақта сіздер ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп салаларын жіктеуді меңгеретін боласыздар. Шаруашылық дегеніміз не? Шаруашылық бұл қоғамның түрлі өнім шығару қызметі және онымен байланысты құралдар мен қатынастар кешені. Ауыл шаруашылығы ел экономикасының азық-түлік, тоқыма, аяқ киім, былғары және тағы басқа өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ететін сектор. Ауыл шаруашылығы мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы болып екіге бөлінеді. Соның ішінде мал шаруашылығына тоқтала кететін болсақ, мал шаруашылығына ірі қара, марал, жылқы, түйе, қой, шошқа, омарта, құс шаруашылықтары жатады. Ал өсімдік шаруашылығы дегеніміз не? Өсімдік шаруашылығы дүниежүзілік ауыл шаруашылығындағы басты сала болып есептелінеді. Өсімдік шаруашылығының құрамындағы салалары дәнді дақылдар өндіру, қантты дақылдар өндіру, майлы дақылдарды өндіру, тағамдық емес немесе техникалық дақылдарды өндіру және жемісті дақылдарды өндіру болып табылады. Күріш жылу және ылғал сүйгіш, тропиктік дәнді дақыл. Оның негізгі шыққан жері Қытай. Муссондық климат сипаты тән субтропиктік, тропиктік және субэкваторлық белдеулерде қосымша қолдан суару арқылы өсіріледі. Егістік аумағы бидаймен салыстырғанда 2 есе аз болғанына қарамастан, өнім мөлшері бірдей. Оның басты себебі климаттық жағдайға байланысты. Қытай, Үндістан, Жапония, Индонезия, Мысыр сияқты көптеген елдерде күріштен жылына 2 рет өнім жиналады. Күріш жылу мен ылғалды, күтімді көп қажет ететін дақыл. Сондықтан халық өте тығыз орналасқан аймақтарда басым өсіріледі. Қазіргі кезде күріш өсірумен 100-ге жуық ел айналысқанымен, оның дүниежүзілік жалпы өнімінің 10-нан 9-ы Азияның күріш өсірушісі елдеріне келеді. Дүние жүзіндегі суармалы жердің 3-тен 2-сін күріш алып жатыр. Біздің еліміздің су жайылған егістіктерінде өсірілетін дақыл. Оңтүстіктің суармалы жерлерінде Сырдарияның Іле мен Қараталдың аңғарларында таралған. Дүниежүзілік ауыл шаруашылық саласы 2 жолмен дамиды. Біріншісі экстенсивті тәсіл. Бұл өсімдіктер өсіру үшін жерлерді көбейту есебінен мал басын арттыру арқылы өнім санын көбейту. Екіншісі интенсивті шаруашылық. Ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану арқылы ауыл шаруашылық өнімдерін арттыру. Ал енді өнеркәсіпке тоқталатын болсақ, өнеркәсіп бүкіл қоғамды энергия көздерімен, яғни отын өнеркәсібі, электр энергиясымен және конструкциялық материалдармен, яғни қара және түсті металлургия, химиялық өнеркәсіптермен қамтамасыз ететін базалық кешен салаларын қамтиды. Өнеркәсіп саласы бұл қызметі ұқсас өнімдер өндіретін кәсіпорындар жиынтығы, шамамен бірдей технологиялар, техникалық базаларды пайдаланады. Өнеркәсіптің салалық құрылымы ауыр өнеркәсіп және жеңіл өнеркәсіп болып бөлінеді. Ауыр өнеркәсіпке не жатады? Ауыр өнеркәсіпке отын өнеркәсібі, металлургия, машина жасау, химия өнеркәсіптері жатады. Ал жеңіл өнеркәсіпке тоқыма, тігін, былғары, фарфор, фаянс түрлері жатады. Дүниежүзілік өнеркәсіп құрылымы, яғни өнеркәсіп өндіруші, өңдеуші болып екіге бөлінеді, яғни өнеркәсіп өнімінің 10%. Оның ішінде мұнай, газ, көмір, тақта тас, тұз, қара және түсті металл кентастарын өндіру, ағаш дайындау, энергетикалық шикізат алу, тағы басқа. Ал өңдеуші, яғни өнеркәсіп өнімінің 90%. Оның ішінде байырғы салалар, тас көмір, қара металлургия, кеме жасау, тоқыма. Жаңа салалар, автомобиль жасау, алюминий өндіру, химиялық талшықтар мен пластмасса өндірісі. Ал ең жаңа салаларға микроэлектроника, робот жасау, атом және аэроғарыш өндірісі жатады. Өндіруші өнеркәсіп, яғни әр түрлі шикізат пен энергия өндірумен айналысатын өнеркәсіп саласы болып саналады. Ол электр қуатын алу,
пайдалы қазбалар өндіретін барлық салаларды, ағаш дайындау, орман кәсібі, аңшылық, балық аулау сынды кәсіптерді қамтиды. Ал өңдеуші өнеркәсіп шикізатты және шикізаттан алынатын жартылай өнімдерді өңдеу және қайта өңдеумен айналысатын сала түрі. Өңдеу өнеркәсібінің негізі кәсіпорындарды, зауыттар мен фабрикалар, маңызды салалары машина жасау, металл өңдеу, химия өнеркәсібі тағы басқалар жатады. Ал енді балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша төмендегі тапсырмаларды орындап көріңіздер. Бірінші тапсырма: дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз не, анықтамасын жазамыз. Жергілікті жердегі кәсіпорынға сипаттама беріңіздер, кестені толтырыңыз. Яғни кәсіпорынның атауы, шаруашылықтың қандай саласына жатады, мамандануы, не шығарады. Екінші тапсырмада Қазақстанның ауыл шаруашылығы және мәдени өсімдіктердің орталықтарын кескін картаға түсіреміз. Шартты белгілерді де орындап жазуды ұмытпаймыз. Балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болса, рефлексияға тыныс белгілерін белгілеу арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.